24 күні қасиетті Рамазан шәрif айы басталады. Қазіргі оразаның уақыты мінекей қысқа жақын көктем мезгілі болып тұрғаннан кейін 16 сағаттан астам уақыт екен. Бірақ енді осындай жағдайларда ораза ұстаған уақытта егерде Құран-ы Кәрімде де келеді, егерде жол жүрсеңдер немесе ауырсаңдар, ин кунтум сафарин ау марадин дейді, яғни ауру болсаңыздар, оразаны кейінге қалдырыңыздар дейді. Ал енді мына жағдайда қазіргі топ-топтау бөлуге болады. Ең бірінші біз айтарымыз, жүкті аяғы ауыр аналарымыз, келіндеріміз, не болмаса жаңағы бала емізетін жаңағы жас аналарымыз оразаны кейінге қалдырса болады. Бірінші кезеңде. Екінші кезеңде үлкен ауру себептерден, мысалы айтқан кезде ораза ұстай алмайтын кісілер, белгілі бір ауруы бар, созылмалы ауру дейміз, қазір ем алып жатуы мүмкін. Сондықтан да ол кісілер белгілі бір уақытқа дейін шегерсе болады ауруын. Яғни Рамазан айы келіп тұрған уақытта кейінгі айларға шегерсе болады ауру себептен. Бірақ аны балтыр ауырып, балтыр сыздаған деген бас ауырып, балтыр сыздаған секілді жеңіл-желпі ауруларды ол есепке алынбайды. Ал енді қазіргі таңдағы осы оразаның тұсында төтенше жағдайға байланысты, коронавирусқа байланысты, мысалы стационарда карантин режимінде жатқан кісілер бар. Ал енді мен айтамыз, біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы фатуа бөлімі айтып отыр, карантинде жатқан кісілер егерде ем-дом алмаса, тағы басқа күнделікті оқшаулау, үйде отыру, тағы басқа жағдайлар болатын болса, оларға арнайы оразадан ұстамаудың ешқандай себебі жоқ. Ал егерде арнайы стационарларда жатып, күнделікті жаңағындай ем-дом қабылдап атқандарға, оларға оразаны кейінге қалдыруға рұқсат беріп отыр. Және қиыншылық жағдайларға байланысты сол кісілерді қарап жатқан ақ халатты абзал жандар дәрігерлерге де, яғни иммунитеттері немесе жаңағындай тәртіп сақшылары кейбір жағдайларда осындай исключение дейміз, төтенше жағдайға байланысты кейін ораза ұстауларына кейінгі кезеңде, яғни төтенше жағдай біткеннен кейін осындай жағдайларға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы не беріп отыр? Фатуа беріп отыр кейінге қалдыруға. Ал енді тарауық намазына келетін болсақ, өздеріңіз білесіздер, бұл тарауық намазы жамағатпен де жекелей де оқылады. Қазір жұма намазының өзі үйлерімізде 5 намазын оқып жатырмыз. Ал енді тарауық намазы шариғат бойынша сунна муаккада дейді. Оны мына намаз оқып жүрген намазхандар, жамағат жалпы жақсы біледі. Сондықтан да өздеріңіздің үйлеріңізде бала шағаларыңызбенен жаңағы өздеріңіз жеке тарауық намазы үйде оқылады. Жалпы айтқан кезде үйлеріңізде ауыздарыңызды ашып, тарауық намаздарыңызды үйлерінде оқиды. Шариғат бойынша жалпы тарауық намазын жекеде және жамағатпен де оқуға болады, рұқсат берілген. Сондықтан да мына төтенше жағдайды дұрыс түсініп, халқымыз тарауық намазын, Құдай қаласа біз Алладан сұраймыз, осы ақырғы Рамазанның ортасынан кейін, ақырғы күндеріне жақын, егерде мынау төтенше жағдай бітіп, халықтың жағдайы жөнделсе, айтымызды, ақырғы тарауық күндерімізді Алла тағала бізге мешітте оқуға нәсіп етсе екен деп.